Бізде бірақ 30 жылда миллиардтаған доллар кетті. Шыны керек. Халықтың ақшасына түсіретін режиссерлар бар ғой. Солар 15-20 аватар түсіретін бюджет жаратып тастаған 30 жылда. Кеше бір режиссер бар, танистер көп сөйлейді ол кісі. 2 миллион долларға кино түсіріп келген. Бір ауылға бар. Мен Бразилияға бар, жол қымбат, бразиликтерге төлейсіз, ананы төлейсіз, тамақ, гостиница қаншама ақша кетті да. Соған бір көп ақша жараттым. 375 мың бірнәрсе маған жаман ауыр тиіп жатыр өз қалпына шығып жатқаннан кейін. Ауыл кісі халықтың ақшасына үкіметтен алып 2 миллион долларға ауылда түсіреді. Ауылда қай жерде жаратады ақша? Вот бізде емес бизнес, сол кісілерде бизнес. Айтылмайды да, қорқамыз. Мынау дұрыс емес дегенді айтылмаймыз. Мысалы кино саласында мен точно айтайын. Жалпы халықтың ақшасына кино түсіретін бір ағалар кісілер бар, оларға ақша бермеу керек. Интеллект жетіспейді халықтың ақшасына кино түсіруге. Олар мәдениеті жетіспейді. До того мына жерде халықтың ақшасына кино түсіреді, біз сияқтыларға тиіседі, комедиясын ашар, аны өздері Испанияда үй соғып алған, өздері былай